Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасының қымбатты көрермендері. Мен Диана Скатова, ал эфирде Қосылайық жобасы. Әдеттегі уақыттан өзгеше мезгілде өзінің сүйікті көрермендерімен қауышып отыр. Жаңа жылдың қарсаңында біз сіздермен жобамыздың ең жарқын, ең әсерлі, ең бақытты, ең қуанышты сәттерін еске түсіріп, біз үшін жанкүйер болған көрермендерге есеп беруді жөн санадық. Бір жыл. Осы уақыт аралығында біз теледидар арқылы қаншама ғашық жандардың шынайы тағдыры мен махаббат хикаяларын көрсеттік. Ғашық болу, шынайы сүю, құлай сүю, бақыт үшін күрес, барлық қатысушылардың бүкпесіз эмоциясына куә болдық. Себебі бізде барлығы шынайы. Мен сені таңдап келдім. Ары қарай жұп болып жалғастыруға дайынсың ба? Негізі өмірлік жарым болуға дайынсыз ба деп сізден сұрайын. Менімен жұп болуға дайынсың ба? Бүгін Назымға жұп болуға ұсыныс жасап жатырмын. Әлия, менімен жұп болуға қалай қарайсың деген? Сол жігіттің бірі мен шығармын. Менің жұпым боласың ба? Мен жұпым боласың ба? Менімен жұп болуға дайынсың ба? Мен жұпым боласың ба? Жұп боласың ба? Айко, менің жұпым боласың ба? Я, әрине. Я, әрине. Я дейді. Я дейді. Я. Я. Жобасының басты мақсаты ол әрине той. Сіз бен біз қанша жұптың арақатынасына куә болдық. Ал біздің міндетіміз кез келген арақатынасты нығайтып, оларды тойға дейін жетелеу. Дәл осы студияда қаншама отбасы шаңырақ көтерді. Жоба шынайылығының айқын дәлелі осы студияда орын алған тойлар. Бір жыл барысында қаншама жарқын естеліктерге, ең бақытты, қуанышты сәттерге куә болдық. Олай болса, сол бір тойларды бірге көрейік.
жылдың наурыз айының 13 күні сіздердің некелеріңіз тіркелді. Сіздерді ерлі зайыпты жұбайлар деп жариялаймын. Я, дәл осы жұптар осы студияда қосылды. Дәл осы студияда жұп атанды, дәл осы студияда отбасын құрды. Ол біздің мақсатымызға жеткеніміз, ол біздің үлкен жетістігіміз. Және дәл қазір қымбатты көрермен, сіздердің естеріңізде болса, жобаның ең жарқын қатысушысы Орамалды Ару, Гүлжайнашты жақсы білесіздер, жақсы таныйсыздар, жақсы көресіздер. Ал дәл қазір Жайнаштың жобадағы жолы қалай басталды? Алғашқы махаббат хикаясы қалай болды? Бірге көрейік. Ал енді кімді ортаға шақырам? Гүлжайнаш, саған келді. Ассалаумағалейкум, есімім Айдос. Алейкум ассалам. Айдос, қош келдіңіз. Анам өте керемет, сол анама жақсы келін болса екен деген ниетте келіп отырмын. Намаз оқисыз ғой, ә? Әлхамдулилля, оқимын. Былайынша барлығы талабынан шығып тұрған сияқты. Той жағына қалай қарайсыз? Қыз ұзату деген нәрсе болу керек пе? Тезірек үйленуге мен құштармын деп айтсам да болады. Жоқ, бармай ақ сырласуға. Жеке қалып керек емес қой. Айдос мырза, мен сұрақ қоймай, мені қызықтыратын бүкіл сұрақтарға жауапты бірден өзі айтып тастады. Өзі айтып қойды. Көбісі өздерін жақсы көрсетіп аяғынан бір нәрсе шығады да всегда. Сондықтан сенен ондай күтпейміз, не подводи. Халықтың көзінше, сіздердің көздерінше сұрайын деп едім. Может, мына жақта емес, сыртқа шығып деген сияқты жобаны тастап, бұл жерден шығып, сырт жақта сырласуды ары қарай жалғастырып ата-анамызбен дегендей. Егер анама барлығы ұнап, барлығы көңілінен шығып жатса, әрине мен бұл жерден шығуға дайынмын. Бұл кішігірім қойылым болған. Негізі өмірлік жарым болуға дайынсыз ба деп сізден сұрайын. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Және Гүлжайнаш пен Айдостың арақатынасы ары қарай қалай дамыды, тойға дейін жетті ме, бірге көреміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасы бізде ерекше шығарылым. Дәл қазір бізде Айдос пен Гүлжайнаштың керемет махаббат хикаясының жалғасы. Барлығы керемет еді, барлығы тамаша еді. Ал ары қарай не болды? Гүлжайнаш сөз сұрап отыр, құрметті көрермен. Айдос, бүгін негізі білмеймін, қандай эфир болып жатыр, не болып кетті біздің студиямыз. Айдос, қайдан жүрсіз? Қош келдіңіз. Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Айтайын деген маңызды нәрсе да, жүректегі нәрсені айту керек. Өте маңызды нәрсе, жақсылап мұқият тыңдап. Кеше эфирден шыққаннан кейін жұмыс істеп үйге бардым да, тәубе намазын оқып, сөйтіп алдымда түстер көріп жүргем негізі. Сөйтіп намаздан кейін Алла тағаладан тіледім, дұға еттім, маған бір белгі берші депші, мен түсіне алмай жүрмін депші. Сөйтіп сол белгі берілді. Мен бір таза ақиқатты білем, бірақ оны ешкім білмей кетеді, ол бірде-бір тірі жан білмейді. Оны өзіммен бірге қабірге алып кетем. Шынымен бар, осы уақытқа дейін мен білмеймін, көз жасымда төгіп көрмеппін. Шынымен елдің көзінше болмаса, бір достарымның көзінше білмеймін, Гүлжайнаш сондай қыз бар ғой.
Гүлжанаш үшін барлығын істеуге болады. Сен келіп сақина бергеннің өзі ничего бар ғой. Мен саған айтам, бауырым, ничего әшейінші. Мойың алып, жүк қып алғаннан кейін соны до конца бару керек бауырым. Қыздың артынан сен күйе жақып кеттің. Шынымен бар ғой, мен ешкімнің қолы жете алмайтын. Маған бар ғой сондай, Аллахым сондай қыз нәсіп етсе бар ғой бауырым ше. Нәсіп етсін, иншалла. Әумин, нәсіп етсін, иншаллах нәсіп етсін бауырым. Алла разылық үшін мені кешіріңіздер, артық сөйлесем, сіздерді де Алла разылық үшін кешірдім. Мен өзімнің үміткерлігімді тоқтатқым келеді. Қазір бәрі ойлап қалуы мүмкін ғой, Гүлжаннан сырын ашқым емес. Бәрі мен ойлайтын шығар, қыз емес жүкті Гүлжаннан. Жоқ, онда ештеңе жоқ. Аллах көріп тұр, мен өмірімде жігітпен тіпті сүйісіп көрмегем, тіпті құшақтасып көрмегем. Жоқ, ондай нәрсе емес, Гүлжана. Осы жерден жарайды тоқтатқан екен, мен тіпті білген де жоқпын, маған ескертілген де жоқ. Жоқ, қайтармай қойыңыз онсыз. Өмірде барлығы біз ойлағандай бола бермейді. Кейбір сәттер біздің жоспарымызға сай келмейді. Дәл сол сияқты Айдос пен Гүлжайнаштың арақатынасы тығырыққа кеп тірелді. Айдос үміткер болудан бас тартты, Гүлжайнаш Айдос ұсынған жүзікті кері қайтарды. Ал ары қарай тойға дейін бұл арақатынас барды ма, араға келіп кімдер араласты? Бірге көрейік. Енді мен анасы болғанда дәу мамасымын, келіп отырмын, анасы келе алмады, ауырып. Бәріміздің осы туысымыздың атынан, Айдостың атынан бүткіл халықтан кешірім сұраймыз, көрермендерден кешірім сұраймыз. Сол бақытты қылуға бүгін міне ниеттеніп келіп отырмыз сіздердің алдарыңызға. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді ғой. Анасы сұрады, қоспай келмендер, қосып келіндерші деп аманатын орындауға келіп отырмыз. Қыз дайын болса біз дайынбыз. Жұрттан осындай сөз естім деп, я болмаса түс көрдім деп мені баламен тастап кетсе, мен не істеймін мұндай кезде? Мен айтарым жоқ, последнее слово Жайнадан. Тұратын екеуі. Шынымен қатты шокта болдым. Мүмкіндік берсеңші бір маған. Жақсылы жаманды қанша уақыт бірге жүрдік, бірге күлдік. Мен сіздерді де, Айдос сізді де Аллах разылығы үшін кешірдім. Ешқандай өкпе ренішім жоқ. Бірақ мен Айдосқа тұрмысқа шыққым келмейді. Мына жағдайдан. Гүлжана, сен нақты сенімдісің. Кеше түнде звондадым ғой сізге. Не дедіңіз сіз? Сіз кет дегенде итте кетеді дедіңіз. Мен қазір үміткер қабылдап отыруға дайын емеспін. Бір апта беріңіздер, мен сол кезде нақты айтам, тоқтай кетем, я болмаса қайта оралам. Осылайықтан кететін жан, орындығын босататын жан бізде бүгін Мерей. Мен қазір шын айтам, өте бақыттымын. Себебі мен болашағым деп көрген адамды таптым. Сіздердің арқаларыңызда. Енді мен соңына дейін бару керекпін, соңына дейін апару керекпін. Мен өзгеру керекпін. Мен басқа Мерей болу керекпін. Сабырлықтың символы шын мәнінде болу керекпін. Үйленген рахат не, шыны. Андай, сөзін айтып жеткізу мүмкін емес та рахат. Бұндай күшті екенін білгенде 13 жасында үйленетінен шынымен. Демек, біздің Жайнаш өзінің енесімен бірге бір шаңырақ астында тұрып жатыр, иә? Иә. Қалай енді Жайнаш, келіндік өмір? Мен де дәл қазір енді былайша айтқан өз жұртында көріп отыр, соларға сәлем беріп қояйын. Аллаға сансыз шүкір, Аллаға сансыз мадақ. Гүлекеңнің аяғы ауыр. Сүйінші маған болсын. Біздің Мерей болашақта әке атанады, ал біздің Гүлжайнаш Алла бұйырса ана атанатын болды. Шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты
көрермен, көрдіңіз ғой, әр істің қайыры бар. Біздің орамалды аруымыз Гүлжайнаш дәл осы жобадан өзінің бақытын тапты. Мереймен қосылды, отбасын құрды, оларда барлығы керемет. Олар бақытты болса, біз қашанда бақыттымыз, және олардың жас, шағын мемлекетіне қашанда тілекшіміз. Эфиріміз ары қарай жалғастырайық, және естеріңізде болса, өткен маусымның ең жарқын қатысушысы атанған Алмас жігіт. Иә, талай үміткерлерді, талай қыздарды біраз тығырыққа тіреп, барлығымызды таң қалдырған еді. Ал ең ерекше оқиғасы қандай болды? Еске түсірейік. Алло, қайырлы күн, қалауым лайфтасыз. Тікелей эфирдесіз. Жана ханым, Ләззатқа айтайын деп едім, Ләззат шымылдықты ашмаса екен деп. Алмас, менің таныған шығарсың Алмас, иә? Қалауымай сайысынан бөлек, біз Алмас екеуміз кездесеміз. Ол менің жігітім. Алмаспен 2 ай болды кездесіп жүргеніне. 2 ай? Это все ложь. Даянаның ерболды туған күніне менен ақша сұраған кезінде ма? Бәріміз жинап жатырмыз, өте қыздар көп, Алмастан. Аузың жапшы, сөйлесе, тыңдаса дейме саған. Егер де менімен бір нәрсе болатын болса, бәрімен кінәлі Алмас болады. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not Қазақ елі, мен шын айтам, шын жүрекпен. Ол қызды мен танимын. Ол қызбен мен 1,5 ай таныспын. Және тағы бір қыз бар. Жақсы қыз, әдемі қыз. Мен қате бар, мен оны кішкене беріп қойғам ғой енді. Екінші бізде ештеңке жоқ. Бірақ ол қыз мені ұнатады, қатты ұнатады. Негізі айтуынша көп қыздар келген екен, бірақ батылдықты тек қана осы кісі өзінің мойнына алып, барлығымыздың шындығымызды тек қана мен айта аламын деп шыққан еді. Алмас қалай алдады, кімді алдады, алданғандардың саны қанша? 5-6 қыз, бірақ ешқайсысы шықпады осында. Хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Как ты ее напугал, что она прям сидит? Алмас, сөйлемейсіз. Алдадыңыз, ақшасын алдыңыз, көлігін айдадыңыз. Алмас, сен бәрін жындай қылып жүрсің. Және 20 жастағы қыз деп айттыңыздар ғой. Одан кейін ол қыз маған хабарласты. Ол Алмастан емес, құр ақша алу үшін мақсаты бар екен. Сонда сіз бізге кеше студияға хабарласып, айтылған ақпараттардың барлығы жалған болып шықты ма? Қанша миллион халықтың алдында Алмас алаяқ болды, Алмас алдар көсе болып кетті, барлығын пайдаланған Альфонс болып кетті. Біз талқылаудан бас тартамыз. Бұл мәселе өз шаруаларыңызды басқа адамдармен шешесіздер. Қазір біз шықтық, Жалғаз айтты, егер бір нәрсе болады маған, Жалғаз біл, ол Алмас дейді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Жұмамыз мүбәрәк болсын. Кешірім сән дедім. Жұма намазға бардым. Ойландым. Әрине мойындаймын. Жасаған тірліктерімді. Ана қыз маған претензия жоқ. Бәрі шештік. Енді айтып жатыр ғой, жобадан шықсын деді. Кешіріңіздерші мен. Шын. Кешіріңіздер. Мен келдім. Сіздердің алдына, көрерменнің алдына келдім. Өзі жасаған қателігін мойнымен көтеріп отыр. Сөзім жоқ, Диана ханым. Я қымбатты көрермен, Қосылайық жобасының шешімі бойынша Алмас бағдарламадан кетті. Бағдарламамен қоштасты, алайда дәл қазір өмірінде барлығы керемет деген үміттемін. Алмас, егер бізді көріп отырған болсаңыз, сізге жалынды сәлем жолдаймыз. Аман болыңыз, қыздарды еш уақытта алдамаңыз. Қосылайық жобасы жалпы қашанда өз қатысушылары үшін тілекші болған, өз қатысушыларына алаңдаған еді. Бірге қаншама күндерді өткердік. Қайғылы, қуанышты сәттер болды. Олай болса, жобамыздың ең жарқын сәттеріне көз жүгіртейік. Каждые 10-15 лет мне надо будет делать операцию. Бірақ сендер ешқайсың бірде-біреу түсінбейсіңдер мені. Оны сендер білмей қойыңдар. Осы уақытқа дейін мені көргенімді ешкім көрген жоқ. Құдай сақтасын, ешкімге тілемеймін. Мен бұл жобаға келгенде маған ауыр негізі. Қандай
үшін көп шындықты айтпаймын осы жерге. Базарбай атаны шын қамқор көрсететін әйел адам болса екен деймін. Енді міне де бүйтіп қорланып жүргенше қайта сонда жерге барған жақсы ғой. Иманды болсын. Сендер ешқандай айта алмайсыңдар, өйткені сендердің балаларың жоқ. Мен ең жақын адамым еді негізі. Мен сені жақсы көремін ғой, білесің ғой соны сен. Ештеңке мен просто қазақпын, басқа ол темаға сөз қозғамағанын қалаймын. Мен тіре алған жоқпын, Құдайдан маған осындай өмір берді. Қанағаттандың ба? Қанағаттандырдым. Осы мен жыным келеді, Арина мен балапын арыста неге күледі, не шыққанда? Постоянно байқаймын, үш күн келдім ба? Қыздардың ішінде ең пысығы сен ғой. Жаңа ақша көргім келіп отыр. Көрген сияқтымын бір жерде. Білмеймін, или біреуге ұқсайды. Әлия ханым автобуста көрген шығарсыз? Автобуста қой, күлмейік құрсын. Қош келдіңіз. Жалпы Дарина деген сиыр емес, жылан сауып беретін сияқты ғой. Бақ жерген. Бұл өмірде сенен артық жан бар ма? Шуламай тұра тұрыңыздар, сөзін есіне түсіріңіз. Бұл өмірде сенен артық жан бар ма? Тиктоктан басқа? Иә, бар. Ой, Арсен. Сенің айтуын бойынша мен сен қасына Жоқ, жоқ, үйде ешкім жоқ, қоя тұр. Сіз айта беріңізші. Жаңа жылға жаңа күйеу. Жігіт. Жаңағыдай самаурын болады, қайнамайтын самаурын болады, сала бересің осыны. Сондайсың. Иә. Министр сөйлесін. Ата, бәрі жақсы болады, көп алжым. Саламатсыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, сіздер де дәл осылай бізбен бірге мұңайып, бізбен бірге күлдіңіздер, жыладыңыздар, қаншама қуанышты сәттерді де бірге өткіздік. Сіздердің шексіз махаббаттарыңызға бас иіп, алғысымызды білдіреміз. Алайда дәл қазір бізде жарнамадан кейін қайта қауышамыз, өйткені ең қызығы бізде алда.